Сіздерге хинду адамдарының ақыр күнін өткізгісі келетін қаланы, тарихтан да үлкен қаланы көрсетуге рұқсат етіңіздер. Варанаси. Варанаси қаласында болғанда екі түрлі сәттің себепкерлері болдық. Біріншісі қайтыс болған адамды өртеу рәсімі болса, екіншісі жаңа отбасының қалануы. Яғни үндістердің қайғылы да қуанышты сәттерін көрдік. Жалпы Варанаси жайлы ақпарат беріп өтейін. Варанасидің негізгі тарихи атауы Бенарес, әлемдегі ең көне қаланың бірі. Үндістер үшін қажылық қаласы болып табылады. Және осы Варанаси қаласы арқылы ағатын Ганг өзені олар үшін қасиетті өзеннің бірі. Өзеннің түсі қоңырқай түсті екен. Менің ойымша, өзеннің деңгейі көтерілген сияқты. Себебі арғы жақтағы есіктер өзеннің астында қалып қалды. In the river. Жалпы Ганг өзені Гималайдан Бенгал шығанағына дейін ағатын өзен. Оның қашықтығы 2500 километрге дейін созылған. Және 400 миллион адамның өмір сүру көзі болып табылады. Варанасида 88-ге жуық гаут бар. Бұл соның бірі. Төмен жаққа мына сатылармен түссе болады. Бұл жерге көптеген хинду адамдары дәрет алып шомылуға келеді екен. Менің ойымша, бізде төмен қарай түсіп, қарай аламыз арғы жағын. Бұл не нәрсе екен? Namaste. Cigarette not allowed. Boat is not allowed. Why? Because river overflow. Okay. Boat not allowed. Ah, only today? Oh, it depends on the river. Every day, जब तक ये मतलब slope down not तब तक. Миллиондаған адамдар оның жағалауындағы қасиетті Варанаси қаласы сияқты жерлерге барып, қайтып кеткен адамдарды өртеп, күлін өзенге сейілтеді. Ал басқалары болса, оларды күнәдан тазартады, және де қайта туылу циклінен босатады деп Ганг өзенінде салттық дәрет алады екен. Where the place where body burning body? Yeah. Where? Burning body you wanna see? You can go steps and right. Then you can find there is the sign of Manikarnika Ghat. What time is burning, you know? Burning 24 hours. Ah, 24 Yeah, hours. but this time much burning coming. Many body out of Varanasi also coming. Ah. Yeah. This is a big burning ghat, Manikarnika. With me, otherwise no possible. And how much we should pay to you? As you like good, you see my job, you can pay. But around, I'll tell you, my friend, what you give me, I will. Үндістан басқа мемлекеттер сияқты жақсы адамдар мен жаман адамдардан тұрады. Жалпы сіздер Үндістанда болсаңыздар өте байқап жүру керексіздер. Себебі такси жүргізушілері, тук-тук жүргізушілері, гидтер, тағы да басқа адамдар сіздерді алдап кетуі мүмкін. Жалпы өзіміздің тәжірибемізді айтатын болсақ, біз Үндістанда бір ай бойы болдық. Бір айға жуық уақыт болдық. Сол уақыт аралығында 500 мың теңгеге жуық ақшаға алданып қалдық. Ең бастысы, сіздер мысалға такси тоқтатсаңыздар, тук-тук жүргізушілерін тоқтатсаңыздар, сіздер өз бағаларыңызды айту керексіздер. Немесе сіз нақты бағасын білмесеңіз, сол жерден тұрғындардан сұрап, мысалға мына жерге дейін қанша беру керек деп сұрасаңыздар, тұрғындар сіздерге көмектеседі. Яғни такси жүргізушісіне сол бағаны айтсаңыздар дұрыс. Егер де адамдар өздері сіздердің арттарыңыздан жүгіріп, өздері ұсынатын болса, олар жоғары бағаны айту мүмкін. Мұндай жағдайда сіздер саудаласуларыңыз керек, немесе бұрылып кетіп қалуларыңыз керек. Okay.
I follow this man. He knows many things about this place. Are you local from Varanasi? Yeah. What is this place? The temple, golden temple. No, this place is bazaar. Yeah, this is place of the Konark Gully or the bazaar. This is wood Yeah, this is for good. burning body. And how much does it cost? This is cost for 500 rupees, 600 rupees, 1 kilo. 1 kilo. Oh, but for one person is how many kilos is necessary? Huh? Your camera. Problem? Now you can close your camera. Now, after when we tell you, when we tell you, then you can go dead body. This is dead body. And there people are speaking mantra for Rama. Ram means name is name. Біз барып көрген Маникарника гаты Варанасидағы крематориялардың ең танымал жері екен. Осы жерге үндістердің көбі өртенуді армандайды. Бірақ та бәрінің қалтасына шақ келмейді екен. Себебі ол жердегі өртену крематорий рәсімі өте қымбат. 5,000 is very expensive. We don't have This money, madam, they go for the homeless people. They live in waiting to die. That is a great karma because 86 people, homeless people, no family, no house. And that is the money they are using from them. This is a great thing you are doing also one day. Okay? And you make your memory also from nice things. Oh my God. Mainly, do they fire pregnant woman? Pregnant No. woman not going No? to fire. Pregnant woman, snake bite cobra, holy man sadhu, leprosy. Yeah. Okay? This kind of body, they take heavy stone, tie trap, sing middle Ganga. After burning, what you do? All the ashes drop into the river. Oh my God. This is a family, all from the dead bodies people, okay, which is coming to waiting for the 3 hours because burning one body takes time for the 3 hours. So family can wait for 3 hours. Дәл сол жерде жүргенімде ер азаматтардың шаштары жоқ және киінген киімдері өзгеше екенін байқадым. Яғни оның себебін сұрасам, индуизм дінінде егер отбасының әкесі немесе шешесі қайтыс болса, ұлдары шаштарын толық алдырады екен, Ганг өзеніне барып шомылады және ақ түсті киім киінеді екен. Ақ түсті киім ол индуизм дінінде діни түстің бірі болады. In this place, no any woman, only men can allowed in a family. In dead body family, only men can allow, woman cannot allow. When the bodies come, first body going to wash into the river, make last bath in holy water. After body, put on the steps for the dry during in 1 hour, and family goes to the woods. They preparing the wood from the balance, like a 250 This kilo. one? Yeah, this is a balance. They buying wood from this shop. They buying 200 kilo, 250 kilogram of wood. They preparing the wood bed. Then carry the body, put on the bed, and top up body, put more wood, and take fire from the sheep fire, the same fire. Okay. They take little fire in a dry grass, go to the body, make 5 rounds to the body, and start fire. After 3 hours, complete body is not burning. Little bones left,
throw it at the river. Like man part of chest, woman part of hips, pelvis. Why women were only hips? Because man working hard, man part of chest, woman pregnant, pelvis, hips is very strong. Okay, that's why complete body not burn. That part of body they left and throw it at the river. And every day like 250, 300, 400 bodies burning because this place from all over India, not only Varanasi, the body coming. Okay, thank Because you. there's a family, many crowd, so it's not nice to stay longer. So you can pay from here. Okay. Okay. 3,000 rupees for photos, and if you want, you can give something for my explanation. I can show you around. That is goes to me because this money they go from the owners. Okay, what is you giving to me for my explanation? That is goes to me. Two, three. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now we go. This is goes to the owner. If you like something for me, for my explanation, that is goes to me because this my service charge. Something whatever you like, something. Мұнда өзен деңгейі төмендеген кезде пайда болған аралшықтарда қаңқаларының қалдықтары пайда болу сияқты экологиялық проблема бар. Яғни ол Ганг өзенінің бойындағы крематорияда толық өртенбей қалған мәйіттердің суға ағылу кесірінен болады. Көптеген кедей адамдар өздерінің жақындарының денесін толық өртеуге қаражаты жетпейді. Сол себепті кейбір отбасылар жартылай өртенген мәйітті өзенге ағызып жібереді екен. Индуизм дінінде марқұмның денесін түрлі түсті матамен орап, құлағына, аузына, мұрнына алтынның кесегін салып өртейді екен. Яғни оның Құдайға жақындауына және де оның жаны жерде және өлгендер арасында қалмауын қамтамасыз етеді деген сенім бар. Алайда Маникарника гатында өмір мен өлімнің мәңгілік цикліне деген наным сенім марқұмның күлінен алтын іздеумен үзіледі. Бірнеше гаттарда кедей отбасылары өртенген күлден алтын іздеумен айналысады. Now it's water very high. Now it's very high water, before very down. You have to sit walking on the down. What happened? Why it's very high right Because now? raining out of Varanasi, many places, the water coming here. Because of the rain. Okay, let's go. So thank you. God bless you. Thank you. Өкінішке орай біз болған кезде Ганг өзенінің деңгейі көтеріліп, көптеген гаттар судың астында қалып қалды. Және де индуизм дінінің көптеген рәсімдерін көре алмадық. Үндістанда, Варанасида түс реңктердің көптігі сондай, киім-кешектер, үйлер, көптеген түрлі баннерлер көзге бірден түседі. Варанасидің дәл осы көшесінде хинду және мұсылмандардың арасында жиі қырқыс болып тұрады екен. Сол себепті көп тәртіп сақтау қызметкерлерін байқадым. Why so many policemen? They are security because they are Hindu, Muslim, both temple is there. Hindu, Muslim? Yeah, you see mosques. Mosque? Oh, Yeah. really? And why police are here? You see, first you see here. I see, yeah, this is the mosque. When Muslim Mughal time, Sasan, that time the Hindu power no, Muslim power big. That's why there is the Shiva temple, but he broke to make this. Дәл сол жерде Моғол хандығының әміршісі Аурангзеб нұсқауымен Гьянвапи мешіті 17 ғасырда салынған екен. Және де дәл сол жерде хинду дінінің ғибадатханасы да орналасқан. Алайда тұрғындардың айтуы бойынша мешітті негізі 16 ғасырлық Шива құдайларының ғибадатханасын бұзып, соның орнына салып қойған айтады. Сол себепті хиндулар осы мешіттің тұрғанына қарсылықтарын көрсетеді екен. Варанасиде біз тоқтаған қонақ үйде дабылдың дауысын естіп төменгі қабатқа жүгіріп түстік. Сөйтсе ол жерде үндістердің атастыру рәсімі өтіп жатыр екен. Менеджерден рұқсат сұрап, сол рәсімді қонаға атандық.
рәсім бойынша күйеу жігіттің отбасы қалыңдықтың қолын ресми түрде сұрайды, яғни үйлену сапарындағы ең маңызды кезең екен. Әдетте бұл оқиға үйлену тойына бірнеше күн немесе тіпті ай қалғанда болады және үйлену тойына дайындықтың басталуын білдіреді екен. What is happening right now? He is brother of bride. He is doing ritual. It's called God Bharai and Tilak. That means the marriage ceremony. It's a part of the marriage ritual. Only bride's brother can sit, yeah, here. No, it's not necessary bride brother even sit here. Anyone of the family of bride can do this ritual. But only men? No, Oh, also women can. also women can do this. Ah, money here, banknotes, something. What does it mean? In Indian culture, money is a very essential thing. Uh-huh. We worship money. A goddess named Lakshmi. Yeah. She is a goddess of money, wealth. Uh-huh. Okay. That's why we give some money as to bride groom to, because it's a ritual. Ritual. Okay. Thank you. Уақыты келгенде күйеу жігіттің маңдайына қызыл кинабар күмкүмді жағып, тилак рәсімін өткізеді. Бұл әрекет күйеу жігітке бата беріп, оған сүйіспеншілікке толы күйеу мен әке болуға мүмкіндік береді деп болжануда. Қалыңдық бұл рәсімнің бөлігіне қатыспайды екен.
Варанаси қаласы барлық туристер мен саяхатшыларға ұнай бермейді. Бұл жерде бізді, сізді таңқалдыратын нәрселер өте көп. Яғни ол дегеніміз біздің басқа мәдениетте өмір сүретіндігімізге байланысты. Алайда Варанаси қаласы мен үшін өте ерекше қаланың бірі болып табылады. Сонымен қатар алдағы уақытта Үндістанның басқа қалаларын және де басқа да мемлекеттер жайлы осындай видеороликтерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дәл қазір Данияр атты менің қолдаушыма үлкен рахмет айтқым келеді. Егер де сіз дәл осылай Данияр сияқты менің каналыма осындай контентіме қолдау жасасаңыз, және де контентімнің сапасын жақсаруын қаласаңыз, төмендегі анықтамада менің каспиім көрсетілген, сол жерге қолдауларыңызды жіберіп қойсаңыздар болады. Құрметті көрермендерім, осы видеороликті соңына дейін назар салып қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алдағы уақытта көріскенше сау саламатта болыңыздар.